Аттестациялық комиссия мүшелерінің атынан кіреміз. Аттестациялар бөліміне өтеміз және ағымдағы аттестацияға өтіп, сараптамалық комиссия кеңесі жаңағы сұхбаттасу өткізіп болғаннан кейін, хаттамаларын жүктеп алғаннан кейін, аттестациялық комиссия дауыс беруді бастайды. Аттестациялық комиссияда сонымен қатар сараптамалық комиссия мүшелерінде осы өтіп жатқан ағымдағы аттестация бойынша барлық процесстер осы пайыздық жүйеде көрсетілетін болады. Яғни пайыздық жүйеде дегеніміз құжаттарды тексеру 100%, сараптамалық кеңес, яғни сұхбаттасу өткеннен кейін 100%-ға ауысатын болады. Және де аттестациялық комиссияда өзінің дауысын бергеннен кейін бұл жердегі статистикалық көрсеткіш 100%-ға өзгеретін болады. Осы арқылы сіздер әр процестің қай деңгейге жеткендігін, қанша пайыздық көрсеткіште тұрғандығын міндетті түрде бақылап отыра аласыздар. Енді аттестациялық комиссияның дауыс беруіне өтейік. Көру батырмасына басамыз. Үміткердің жалпы мәліметін көре алады, портфолиосын көре алады, жүктелген құжаттар бойынша мәліметтерді көз батырмасы арқылы көріп шығады. Сонымен қатар сараптамалық кеңестің бағалауын, осы бағалау қағазын көру батырмасы арқылы көре алады, яғни шешімін де көре алатын болады. Соңғы шешім аттестациялық комиссияда болғандықтан, өзінің және де сараптамалық кеңестің бағалауын салыстыра отырып, осы үміткерге сәйкес келетін жаңағы шешімді шығаратын болады. Яғни аттестациялық комиссияда және сараптамалық комиссияда да 4 шешім енгізілетін болады. Бізде дем аккаунт болғандықтан, мына жерде сәйкес келмейтін жаңағы бөлімі қосылмаған. Аттестация аяқталғанға дейін ол бөлімді біз қосып қоятын боламыз және шешім қабылдайтын кезде сіздерге ешқандай кедергі келтірмейді. Қазіргі таңда 3 шешім бойынша біз осы үміткерге шешім шығара берсек болады. Өтініш берілген санатына сәйкес келеді деген шешімді шығарамыз, растаймыз. Дауыс берілді. Көру батырмасы арқылы сіздер көре аласыздар. Сонымен қатар аттестациялық комиссияның барлық мүшесі дауыс беріп болғаннан кейін, яғни аттестация бөлімі 100%-ға өзгеретін болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.